Адамдардың 95%-ы мына ақпаратты білмейді. Ал сен білемісің? Достым, ұшақтың дөңгелегі ешқашан бұлай айналмайды. Достым, ұшақтың шасси, яғни дөңгелегі, көліктің дөңгелегі секілді ешқашан айналмайды. Достар, ұшақ алға немесе артқа қозғалатын кезде оны дөңгелегі емес, қанатындағы қозғалтқыштар қозғалтады. Достым, қате естіген жоқсың. Ұшақты алға немесе артқа қозғалған кезде оны шасси емес, қанатындағы қозғалтқыштар қозғалтады. Ол қалай десеңіз, бұлай. Ұшақтың қозғалтқышы дәл осы пен сияқты итереді. Ұшақтардың дөңгелектерінде қозғалтқыш болмайды және қозғалтқышпен бірге жұптасып жұмыс жасамайды. Сол себепті олар ролик немесе арба секілді тек итерсе ғана жүреді. Ал досым, саған видео ұнаса, видео лайк бас, арнаға тіркеліп кет. Келесі бөлімде біз шассидің қандай түрлері бар екен және қозғалтқыштың жұмыс істеу принципін түсіндіреміз.